Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз 5 минутта дайын болатын тек қана картоптан жасалатын осындай таңғы ас жасаймыз. Менің каналымда түрлі рецепттер бар. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін біз тазартылған картопты үккіштен жақсылап тұрып өткізіп аламыз. Яғни барлық картоптарымызды үткіштен осындай өткізіп аламыз. Кейін соған бір жұмыртқамызды салып жақсылап картоппен бірге араластырамыз. Араластырған массаға татымына қарай тұз және де бұрыш саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Кейін сол массамызға 30 грамм ұнымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Яғни видеодағыдай масса шығу қажет. Кейін осыны қызып тұрған табада жағылған майға, түбіне май жағып, соған пісіретін боламыз. Жаңағы картошкадан жасаған массамызды біз екі бөлікке бөліп, осындай лепешка қылып жан-жағына жайып шығамыз. Бір жағы қызарғанша баяу отта, сосын кейін бір 5 минуттай пісіріп аламыз. Ол жағы қызарғаннан кейін алып екінші жағына аударамыз да, екінші жағында осылай 5 минуттай пісіреміз. Қақпағын жауып қойып пісірсеңіздер өте жұмсақ болып шығады. Сосын кейін піскеннен кейін кішкене бетіне сары май жағып қоясыздар ыстық күйінде. Дәмі өте керемет, ерекше осындай таңғы ас 5 минутта дайын болады. Ас болсын, жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.